Жапон дәрігерінен кеңес. Салмағыңды ұста. Жапондықтар салмақ қосуды 10 000 аурудың бастауы деп біледі. Дәрігерге сенбе. Дәрігерлер емшіліктің көпшілігі пайда табуды көздеген, бизнеске негізделген. Ғалым еш нәрсені толық емдеген жоқ. Ол сол уақытта ғана ауруыңды басады, бірақ аурудың себебін емдемейді. Әрдайым алдын ала жоспарла. Егер дайын болсаңыз, қайғы қасірет болмайды. Ауырсыну бұл ғажап нәрсе. Ауырсынуды басатын дәрілерді қолданбауға тырысыңыз. Мотивацияны құрметтей біліңіз. Бір нәрсені байқап көруге және оның жаңадан бастау үшін мотивация өте маңызды болады. Өмірдегі барлық нәрсе үшін шынайы алғыс айта біл. Бар нәрсені бәрі сенде болу міндетті емес. Мысалы, жақсы көретін адамың, ұнатқан затың, жұмыс қызметің дегенде, сондықтан барына риза бол. Жедел сатыны пайдаланба. Дененің төменгі бөлігін дамыту ұзақ және сау өмірдің құпиясы. Уайымдауды доғарыңыз. Болуы тиіс нәрсе болмай қоймайды. Білгеніңмен бөліс. Білім мұхит сияқты. Мұхиттан шөмішпен су алып, өзгемен бөліскенмен оның суы азаймайды. Ақшаға ессіз ғашық болма. Ақша тек ол құрал ғана. Бақыт ол жерде ғана болмайды. Өнеге болу алатындай бірдеме тап. Өзіңе ең жақсы жасай алатын нәрсені істеп, басқаларға үлгі бол. Жақсы күле білу, жаза білу, өнер деген сияқты тағы сол сияқты көптеген нәрселермен айналысыңыз. Зейнетке шығу туралы ойлама, қоғамға белсенді бол. Әрқашан миыңды жұмыс істете біл. Денеңді шынықтырып дамытқандай, миыңды да дамыта біл. Ешқашан тоя тамақтанба. Асқазанның 80%-нан асырма. Күн сайын бір стакан қызыл қылшаның суын ішкеніңіз дұрыс болады. Немесе жатардың алдында бір стакан айран ішіп жатсаңыз, аурудың алдын алады және жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады. Жақсылап ұйықтап демал. Шаршауды басу үшін 8 сағаттық, кем дегенде 6 сағаттық ұйқы керек. Шын жүрегіңізбен күле біліңіз. Стресспен күресудің ең жақсы тәсілі осы. Кешіріп үйреніңіз. Ренжігіш адам іштей мүжіліп қартайып кетеді. Омега-3-ке бай тағамдар қолданыңыз. Жасыңыз емес, ақыл ойыңызбен жас болу маңызды. Міне осыларды күніне жасап жүрсеңіз, өзіңіздің денсаулығыңызды алдын алатын болсаңыз, сіз ешқашанда қартаймайсыз және әрқашанда жас көрінесіз. Күнделікті уақытта бір мезгіл мотивация тыңдап, қазақша мотивацияларды, аффирмацияларды тыңдап, өзіңіздің өмірге деген құлшылығыңызды арттырыңыз.